Армысыздар, қадірменді спорт сүйер қауым. Қасиетті Рамазан айына байланысты сәл үзіліс алған болатынбыз. Міне енді қайта оралып отырмыз. Бүгінгі біздің шығарылымның басты кейіпкері бұл Дамир Исмагулов. 2018 жылдың соңында UFC аясында өзінің дебюттік жекпе-жегін өткізген болатын. Ресейлік қандасымыз бірақ қатарынан 3 жекпе-жек өткізіп, 3-інде де жеңімпаз атанып, жарақат алып қалған болатын. Сол жарақаттың кесірінен бұл спортшыны 2 жылдай UFC октагонында көрген жоқпыз. Міне алдағы апта үлкен спортқа қайта оралмақшы. Дамир Исмагулов және қарсыласы да осал емес, дебютант болғанына қарамастан UFC аясында бұған дейін 28 жекпе-жек өткізіп тастаған өте тәжірибелі бразилиялық Рафаэл Алвес. Екі спортшының жетістік нәтижелеріне көз жүгіртіп қарайтын болсақ, Дамир Исмагулов 19 жекпе-жекте жеңімпаз атанса, небәрі бір жекпе-жекте жеңіліске ұшыраған M1 Global Champion деген атағы бар. Дәл осындай атақпен UFC-ге келген болатын. Ал Рафаэл Алвесқа келетін болсақ, Алвес өз кезегінде Америкада танымал Titan FC лигасының чемпионы болған. 28 жекпе-жек өткізіп, соның 19-ында жеңіске жеткен. Жалпы Рафаэл Алвес жартылай жеңіл салмақтан көтеріліп отыр. Дебюттік жекпе-жегін ақпан айында өткізу керек еді, бірақ тиісті салмақты көрсете алмағанының себебіне байланысты турнирден шеттетілген болатын. Міне енді толықтай басқа салмаққа ауысуды жөн санаған екен. Қос спортшының стильдеріне келетін болсақ, Дамир Исмагулов бұл жан-жақты спортшы. Күрес болсын, аяқта тұрып бол, байқас болсын, бұл жігіттің қолынан барлығы келеді және тәжірибесі де мол, жеткілікті, чемпиондық жекпе-жектерде де болған. Рафаэл Алвесті өз жағынан чемпиондық жекпе-жектерде болған, аймақтық лигаларда чемпион болған, толыққанды қалыптасқан спортшы. Және бразилиялық спортшылардың басым бөлігі муай-тай мен бразилиялық джиу-джитсудың қосындысын бірге алып жүреді. Стильдері дәл осы екі спорт түрінен тұрады деуге де болатын шығар. Және Рафаэл Алвесті де солардың қатарына жатқызуға болады. Жалпы спорттағы жолын муай-тайдан бастаса, кейін джиу-джитсуды өте жақсы меңгеріп, тіпті қара белбеу иегері атанған болады. Және Алвес жайлы тағы бір қызықты факт: 2018 жылы өзіміздің отандасымыз қазақстандық Бейбіт Назаровтан Titan FC аясында төрешілердің шешімімен басым түскен болатын. Ал жалпы стильдеріне қайта оралатын болсақ, Дамир Исмагулов осындай Алвес сынды жігіттермен, одан да мықты спортшылармен, бірақ шамасы стилі осындай спортшылармен талай рет жолыққан. Солардың бірі Тиаго Мозесті атауға болатын шығар, UFC аясында соңғы рет қолғап түйістірген қарсыласы. Және бұл жекпе-жектерде Дамир Исмагулов еш қиындықсыз жеңіске жетіп шықты. Және антропометриялық басымдық бар екенін ескеруіміз керек. Дамир Исмагуловтың бойы сәл ұзынырақ, және қалай дегенмен Дамир табиғи жеңіл салмақтың спортшысы, ал Рафаэл Алвес жоғарыда айтқан болатын, төмен салмақтан енді ғана көтеріліп отырған спортшы. Бұған дейін екі спортшының өткен жекпе-жектерін саралай келе, салыстыра келе, мен мынадай бір түйіндемеге келдім. Дамир Исмагуловтың Рафаэл Алвестан басымдылығы боксты. Яғни қолмен соққы жасау кезінде жалпы дәл осы таза боксты алып қарастыратын болсақ, Дамир Исмагуловтың деңгейі әлдеқайда жоғары екені бірден байқалып отырады. Және Дамирдің соңғы кездері боксқа көп көңіл бөліп жүргенін ескеруіміз керек. Сондықтан менің ойымша жекпе-жек толықтай жоспарланған 3 раундқа созылады және төрешілердің шешімімен аяқталады. Міне осындай бір болжамға келіп отырмын. Ал сіздер әрине өз ойларыңызды комментарийде қалдыруды ұмытпаңыздар. Оған қоса тағы да бір айта кететін факт бар. Бұл турнир аясында тағы бір қандасымыз өнер көрсететін болады. Бұл қытайлық Сайран Нұрданбек. Турнир 23 мамыр Лас-Вегас, Америка құрама штаттарында өтетін болады.